Жүрегіңізді улайтын 6 тағам. Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен өте маңызды, тіпті өмірлік маңызы бар тақырыпты талқылайтын боламыз. Күнделікті дастарханымыздан табылатын, бірақ біздің ең басты мүшеміз жүрегімізге қауіп төндіретін азық-түліктер жайлы сөз қозғаймыз. Бұл 6 тағам жүрек үшін нағыз у десек те артық айтқандық емес. Олардың зияны қанттан да асып түседі, себебі олар қан тамырларымызды бітеп, жүректің қалыпты жұмысын бұзады. Көпшілігіңіз бұл тағамды зиянсыз деп ойлап күнделікті тұтынамыз, алайда олар білдіртпей денсаулығыңызды құртып жатыр. Статистикаға сүйенсек, жүрек ұстамасының 80%-ы дәл осы тағамдарды шамадан тыс тұтынудан туындайды екен. Бұл өте қорқынышты көрсеткіш, бірақ бұл қолымыздан келетін мәселе. Дұрыс тамақтану арқылы біз жүрек қан тамырлар ауруының алдын ала аламыз. Бүгінгі видеода сол қауіпті азық-түліктерді жеке-жеке қарастырып, олардың орнына не жеуге болатынын да айтатын боламыз. Егер сіз өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулығына бей-жай қарамасаңыз, видеоның соңына дейін мұқият тамашалаңыз. Біздің мақсатымыз сіздерді қорқыту емес, керісінше сақтандыру және дұрыс ақпарат беру. Себебі білімді адам қаруланған адам. Күнделікті таңдауымыз біздің болашақ денсаулығымызды анықтайды. Қандай тағамдардан бас тарту керектігін біліп, оларды рационыңыздан алып тастау арқылы сіз өмір сүру сапаңызды айтарлықтай жақсартып, жүрегіңізге ұзақ жылдар бойы сау қызмет етуіне мүмкіндік бересіз. Ендеше бастайық. Жүрегіміздің жауларын жақынырақ танып білейік. Жүрекке ең қауіпті тағамдардың бірі трансмайлар. Олар фастфуд, маргарин, дайын кондитерлік өнімдерде көп кездеседі. Қуырылған картоп, чипсы, қуырылған ет сияқты тағамдар жүрекке үлкен ауыртпалық түсіріп, қан тамырларын бітейді. Шұжық, сосиска, бекон сияқты өнімдердің құрамында тұз бен денсаулыққа зиянды химиялық қоспалар өте көп мөлшерде болады. Тәтті газдалған сусындардың құрамында қант мөлшері өте жоғары. Бұл семіздікке және жүрек ауруына тікелей алып келеді. Ақ нан мен ақ күріште пайдалы талшықтар аз. Олар қандағы қант деңгейін күрт көтеріп, жүрекке зиян келтіреді. Тұзды чипсы, консервіленген өнімдер сияқты тұз мөлшері көп тағамдар қан қысымын көтеріп, жүрекке салмақ түсіреді. Міне, құрметті көрермендер, біз бүгін жүрегіміз үшін ең қауіпті 6 тағам түрін талқыладық. Бұл ақпарат сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдеміз. Ең бастысы, бұл тізімді көріп көңіл күйді түсірмеу керек. Керісінше, мұны өмірімізде жақсы өзгертуге арналған мүмкіндік деп қабылдаңыз. Әрбір таңдауымыз, дастарханға қойған әрбір тағамымыз біздің денсаулығымызға тікелей әсер ететінін ұмытпайық. Дұрыс тамақтану бұл қатаң диета емес, бұл өзіңе деген сүйіспеншілік пен қамқорлық. Есіңізде болсын, денсаулық бұл бізге берген үлкен байлық. Оны сақтау және нығайту әрқайсымыздың өз қолымызда. Рационыңызға көбірек көкөніс, жеміс-жидектер, дәнді дақылдар мен таза ақуыз көздерін қосыңыз. Суды жеткілікті мөлшерде ішіп, дене белсенділігін арттырыңыз. Бұл қарапайым қадамдар сіздің жүрегіңіздің ұзақ жылдар бойы сау болуына көмектеседі. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыздар. Себебі дені сау ұлт мемлекеттің басты тірегі. Бүгінгі шығарылымды аяқтай отырып сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Егер видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Пікірлер бөлімінде өз ойларыңызбен бөлісіп, келесіде қандай тақырыпты талқылағанымызды қалайтындарыңызды жаза кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз біздер үшін өте маңызды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.